Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздерге Jigspace программасын сабақ беру кезінде қалай тиімді қолдануға болатынын көрсетемін. Қазақша Jig кеңістігі деп аталады. Яғни бағдарламаны іске қосамыз, яғни компьютерларыңызға немесе ноутбуктарыңызға жүктеп аласыздар. Одан кейін өздеріңіз қалаған 3D моделін таңдай аласыз. Бұл жерде көрсетілгендей әртүрлі 3D модельде заттар бар, яғни әртүрлі сабақтарда да қолдануға болады. Көптеген биология, география, тағы да басқа сабақтарға қолдануға болады. Яғни бізде Jigspace бұл объектіні сол жерге жүктейді, яғни бұл оқушыларға объектінің айналасындағы жаңағы қозғалуға және оны мұқият тексеруге мүмкіндік береді. Анимация көбінесе 3D түрінде болады. Бұл жерде мұғалімдер, яғни қосымшаны қолдана алады және де қосымшада ұсынылатын әртүрлі жаңағы осы 3D модельдерді 3D модельдер арқылы сабақтарын жоспарлай алады. Енді біз биология пәнінен, яғни 7-ші сынып тақырыбында 3D моделін қолданып көрейік. Яғни тақырыбы ми, үлкен ми сыңарлары деп аталады. Ең бірінші біз таңдап алайық. Міне қазір. Міне осындай ашық алаң ашылады. Бұл жерде сіздер плюсті басу арқылы өзімізге керегін қазір қоя аламыз. Міне биологияны таңдаймыз. Бұл жерде әртүрлі 3D модельдер ашылады. Міне құлақ, көз. Біздің тақырыбымыз ми және де үлкен ми сыңарлары болғандықтан міне таңдадық. Мінекей бұны біз алдында, артында осылай айналдыра арқылы, қозғалта арқылы біз көре аламыз. Енді жалпы ми бізде орталық жүйке жүйесінің екінші әрі маңызды бөлімі болып табылады, яғни бас сүйегінде орналасқан. Бұл жерде бізде мидың жаңағы сұр және де ағзаты жұлынға қараған кезде бізде басқаша, яғни керісінше орналасады. Бұл жерде сұр заты сыртында орналасса, ағзаты бізде ішінде орналасқан. Яғни сұр зат алдыңғы миды түзеді. Енді жоғарғы құрылымды жаңағы омыртқаларда ол мидың басқа бөлімдеріне қараған кезде жақсы дамыған. Яғни алдыңғы ми бізде сүтқоректілердің жануарларда ең жақсы дамыған жаңағы ондағы бұл тақырыбымызға сәйкес үлкен ми сыңарларының қыртыстары қалыптасады. Енді жаңағы үлкен ми сыңарлары өзі 4 бөлімге бөлінеді. Яғни бұл жерде қарасаңыздар алдыңғы жағы, не артқы жағын бәрін қарай аламыз. Енді қазір осының 4 бөлімін дұрыстап қарап шығайық. Яғни 4 бөлімге бөлінеді, ол бізде маңдай, төбе, шүйде және де самай бөлімі. Енді бұны сіздер өздеріңізге керекті түспен бояй аласыздар. Және де үлкейтіп, кішірейте аламыз. Міне енді бізде маңдай бөлімі, оны басқа түспен бояйық. Мысалы қызыл түске, келесі екінші жағында қызыл түске. Одан кейін бізде төбе. Міне төбе бөлігін басқа түске бояйық.
Қазір жеке-жеке тоқталатын боламыз. Самай бөлімі. Және шүйде. Түске бояйық. Мінекей. Міне әртүрлі бояп шықтық. Бөлініп. Енді міне біз жеке-жеке бояп алдық. Енді жеке тоқтала кетейік. Бірінші бізде маңдай бөлімі бізде өте күрделі құрылымды қызмет атқарады. Яғни ол адамның жоғарғы жүйке қызметіне жауап береді. Жалпы маңдай бөлімінде бізде ойлау, мінез-құлық, қиялдау орталықтары орналасқан. Маңдай бөлімінде сөйлеу орталығы орналасқан анықталған. Яғни бұл көп адамдарда сөйлеу орталығы сол жақ сыңарында орналасқан екен. Енді келесі төбе бөлігінде тері бұлшық ет сезімталдығына жауап береді. Яғни осы жерде бізде тері рецепторларына ақпарат келіп түседі. Яғни біздің ағзамыздағы ең сезімтал ағзалар ол бізде қол саусақтары, тіл, ерін, яғни бұл бөлімде сезімтал жүйкелер, мысалы арқаға қарағанда көп орын алады. Енді төбе бөлігінің бізде сезімтал аймағы және де маңдай бөлімінің қимыл аймағы қатар орналасқан. Яғни ғалымдар оларды біртұтас қызмет атқару жүйесіне соматоцентрлық және де қимыл қозғалыс қыртысына біріктірген екен. Енді шүйде бөлігінде бізде көру орталықтары орналасқан, ал самай бөлігі бізде есту орталықтары орналасқан. Маңдай бөліміне тағы да қоса айта кететініміз, ол көбінесе ең маңызды қызметтердің бірі күрделі қимыл қозғалысты басқара алады. Яғни бізде оқу барысында қалыптасқан жазуды, музыкалық аспаптарды ойнау және де спортшылардың қимыл қозғалысына велосипед тебу, сонымен қатар көлік жүргізу немесе басқа да техниканы басқару, осы сияқты басқа да қимыл қозғалысты басқара алады. Яғни осылай біз оқушыларға көрсете аламыз. Үлкейтіп, кішірейтіп көрсете алады екенбіз.